берсең болды ма? Ё-моё. Блин, ұйқым түк қанбады. Түні бойы найзағай жауып, мазамды алып, ұйықтатпады вообще. Бетіғым жойыншы айтпақшы. О, кішкене болсын, көзім ашылып қалды ғой. Салық болып кетті ғой кешегі жаңбырдан кейін. Блин, кеттім мен. Далаға шығып келейін. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, әкім? Сол жақсы. Әкім, айтпақшы, күзетші қайда кеткен? Что-то көрінбейді. Ол білмеймін, бір Астанаға дейме қыдыруға кеттім деді әйтеуір. Бір күнде келіп қалатын шығар. Жақсы. Сен өзің не істейсің? Сол жай қарап жүргенмін ғой. Жақсы онда. Мен күзетшіні қарап көрейін. Күзетші дегенде менің негізі інім ғой. Мына ғашық тұр. Таным. Жайт жаба салайын. Кіре алмай қалдым ғой. Ё-моё. Блин, не болды, ё-моё. Әрең кірдім ғой таза. Күдікті ештеме жоқ па екен? Онда мен дәрігерге барып келейінші қазір. Дәрігерден келдім, укол салдыртып алдым. Tasındır mında ne dostlar? Düşünberim ne dostlar mı? Gaz kalk konuş. Yumayu göründürme dostlar. Bilkin ne dostlar? Ekitik görmeysin sen. Gaz. Gaz çık. Ay. Yo-moyo ne oldu? Bileyim ben kaydım. Yo-moyo habaylaу керек. Наричакқа қолым тиіп кетсе болды. Но бомба жарылып кетеді. Маған сонда ауылдың астынан кетіп тұр ғой. Мына жерден бастағанда бүкіл ауылды қоршап шыққан ба осылай. Ема, достар, мен ауылды құтқарып қалуым керек. Бомбаны жарып алмайыншы, ема. Наричакты ақырындап басып тастайын. Блин, қалайда мына бомбалардың көзін құрту керек. Не істесем болады екен? Бүйтейік онда. Достар, барлығын біткесін кездесе. Әйтеуір барлық бомбаның бәрін алып тастадым. Енді мынандай таспен жауып жатырмын. Жауып тастау керек бұны не дегенмен. Болмайды өйткені бұлай. Вот осылай. Және де осылай. Болды достар. Әйтеуір ауылды құтқарып қалдым. Енді үйге тез бару керек. Жаңбыр жауып кетті өйткені. Блин, тез үйге бару керек. Осыны құрған мана жетелеу деймін. Өйткені мана көрдіңіздер ме достар? Ол подозрительный болды. Негізі оның жұмысы олай ауылды қарау емес тұғын. Сол подозрительный болып көрінді маған. Блин, қолым шаң-шаң болып жойылайыншы. Сол примерно сол болып тұр ғой.
Wi-Fi сөндірсем. Ал жақсы достар, осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.